Assalamualaikum barchangizga. Bizda bugun qirg'ayib жылжаңымның әдеттегідей қызуы нашар. Сіздерге көрсетем, қалай жұмыс жасау керек екенін, қалай істеуге болатынын. Ең оңай жол мына жерде 8-тік тұрады. Көбісінде 10-тік болады, біреуінде 8-тік болады. Соны босатып жібереміз бойында. Босатып аламыз. Сосын мынаны бері қарай жығамыз. Былай қарай. Бері қарай жығамыз. Мына ары қарай, бері қарай ойналатын зат. Соны бері қарай қуатамыз. Қуата береміз. Сосын рейканы бүйтіп ойнатып қараймыз. Жеңіл ойнайды, жеңіл ойнаған кезде сосын қолмен қатырып қоямыз. Сосын машина бұйырса қыздырып қараймыз. Егер одан қызу жақсы болмай жатса, ол кезде мына жағын шұқу керек болады. Ол жағын мамандардың өзіне барып шұқытқан дұрыс болады. Былай жалпы жеңіл желпісі мынау көбінесе осыдан болады. Жаңағыдай бұдан да настройка жасағаны келмей жатса, мына жақтан жасау керек болады. Бірінші мынадан көресіз, егер мынадан көбінесе осыдан болып кетеді. Осыдан болып кетсе, вообще жақсы. Маманға бармайсыз, өзіңіз қыздырып алып жүре бересіз. Міне осы аз да болса білген көрсетіп отқаным көп ойлаймын. Міне жаңа машинада болдық. Уже түрткеннен қызып тұр. Настройкасын қойдық орнына. Давай, как қыздыр жой. Хорош! Замок ашып, замок ашып қойғыз. Тіліміз жеңіліп болды айналып. Так, міне жігіттер. Бар білгеніммен бөлісе кетейін деп. Міне осы 8-тікті босатамыз, сосын жәймен бері қарай шығамыз айтчокмен да. Былай қарай қоя береді, қуата бересіздер да, сосын рейксін ойнатып қарайсыздар. Жартылай қуатасыз, сосын рейксі жеңіл ойнатып берді ме, болды уже тоқтатасыз да. 8-ден қолмен қатырып қойып, қыздырып қарайсыз. Сосын қызу жақсы болып бастайды. Ең оңай жолы осы, егер бұдан кетіп жатса, уже мына жағын шұқу керек, жаңа айтып кеткендей. Мына жағын шұқтатын болсаңыз, маманына барғаныңыз дұрыс болады.